Nurlu beynin kanday şarkın, armanısın kanday şanın. Şınarım ay sen, mөлдірсің еркем, тау бұлағындай. Sen мөлдірсің еркем, тау бұлағындай. Ағбанчик өлеңі. Әнін Шәмші Қалдаяқов, сөзін ақын Мұхтар Шахан жазған. Бүгінге дейін Ағбанчик әні талай әншінің ән қоржына енді. Бұл әнді қазақ сөзнерінің майталмадарымен қатар жас орындаушыларды сынымыз бастан орындап келеді. Ал енді бұл өлеңнің авторларына келетін болсақ, Шәмші Қалдаяқов аса көрнекті сазгер, ән жанрының әйгілі майталманы, Қазақстан мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер, осы заманғы қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі. Оның туындылары Теріскей, Мойынқұмда, Отырадағы той, Көгілдір көкше, Өмір өзен, тағы басқалар туындыларын жұртшылық ерекше ықыласпен қабылдады. Ал Мұхтар Шаханов қазақ ақыны, драматург, жұбайлар жыры, туған күн кешінде, гүл дәурен, мен саған ғашық едім атты әндері жұртшылыққа кеңінен таныс. Махаббат заңы, сенім патшалығы, Сократты еске алу түні атты драмалары республикамызда және шет елдерінде қойылған. Ал енді Ағбанчик өлеңінің тарихына келетін болсақ, тарихта былай жазылады. Бірде сазгердің Қаражан Әбіләзимов есімді досы шаңырақ көтеріп, тойына бір топ жолдастарын шақырады. Араларында сазгер мен ақын Мұхтар да бар екен. Тойға берер сыйымыз кәне, одан да ән арнайық деп ән жазуға кіріседі. Қаражан достарының жұбайы жаңадан мектеп бітірген балауса қыз екен. Осыны арқау етіп, ақын мен сазгер Ағбанчик әнін дүниеге әкеліп, жолдастарының үйлену тойында тарту етіп шырқап береді. Әу баста әннің сөздері өзгеше болып, кейін өзгертілген екен. Ал енді өз әсерімді айтсам, бұл өлеңнің әрбір сөзі, әрбір шумағы мәнерлі ұйқастықпен жазылғандықтан өлең мені тербелтті, ойландырды, бет бейнеме күлімсіруге тура келдіртті. Тіпті әлемге көзқарасымды өзгертті десем қателеспеймін. Балауса қыз едің бір кезде, шашына Ағбанчик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойлаған. Нұрлы бейнең қандай жарқын,